Ассалаумағалейкум достар. Бүгін міне жаттығудың 8-ші күні. 8-ші күн жода қиналып жүгірдім. Организм өз-өзін қинағысы келмей жатыр ма. Осыны бір 21 күнге жеткізіп алсам, азында жүгіруді ары қарай әдет болып кетер еді. Мысалға осы таңертең ерте тұру әдеті енді бір ай көлемінде қалыптасты. Өзімді қинап жүріп, Алла тағала соны нәсіп етті. Қинаумен келіп тұр негізінде. Сол сияқты жүгіруде де таңға әдет қылып жақсылап қалыптастырып алу керек болып тұр. Сіздер жүгіресіздер ме? Комментарий жаза кетіңіздер. 8-ші күн жота сондай бір қиындау болды. Бірақ терлегенше жүгірем бар, өзім жанымды қинап тұр. Сөйтпесе болмайды өзі. Өзіңді қинамасаң болмайды.